Химия пәнінен интерактивті онлайн сабағы 8-ші сынып оқушыларына арналған. Өткізуші химия пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының кандидаты Болатова Айбаршын Жұмкеевна. Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Атомдар мен молекулалар. Атом молекулалық ілім және оның маңызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сабақтың мақсаты: атомдар мен молекулалар туралы түсінік қалыптастыру, зерттеушілік іс-әрекет арқылы атом молекулалық ілім қағидаларын тұжырымдау. Сабақтың күтілетін нәтижелері: физика курсынан атом, молекула ұғымдарын естеріне түсіреді. Оқушылар атом молекулалық ілім қағидаларын тұжырымдайды. Оқушылар физикалық және химиялық құбылыстарды зерделеу барысында атом молекулалық ілімнің түсіндірмесін береді. Атом молекулалық ілім қағидаларын тұжырымдап шығару үшін әртүрлі заттарды физикалық және химиялық тұрғыдан зерттейді. Атом молекулалық ілімді түсіну үшін оның қағидаларын бөлшектеп қарастырады да әр қағиданы тұжырымдайды. Заттардың атомдық және молекулалық құрылымын, қасиеттерін, зерттеу нәтижелеріне байланысты дәлелдемелерді жинақтау арқылы Ломоносов пен Дальтонның атом молекулалық ілім қағидасының дәлелдемесін шығарады. Сөйтіп, оқушылар өздерін зерттеуші орнына қояды. Атом молекулалық ілімнің құндылығы жайлы пікір қалыптастырады. Сонымен, бізді қоршап жатқан барлық заттар неден құралған? Ойланып көрейік. Айналамызда қоршап жатқан заттар: өздеріңіз отырған парта, жазып отырған қалам, тағы басқа заттардың барлығы неден құралған? Физика курсынан және өткен сабақтардан материалдарды еске түсірейік. Атом дегеніміз не? Химиялық элемент дегеніміз не? Молекула ше? Молекула, химиялық элемент, атом деген ұғымдарға анықтама берейік. Ал атом қаншалықты ұсақ бөлшек? Егер алманы жер шарының өлшемдеріне дейін үлкейтсек, онда сонша есе рет үлкейтілген атом орташа алманың пішініне дейін жетеді. Бұл мысал сіздерге атомның қаншалықты ұсақ екенін елестетуге мүмкіндік берді ме? Өлшемдері өте кішкентай болғандығына қарамастан, атомдар өте күрделі бөлшектер болып табылады. Атом құрылысымен сіздер осы жылы танысасыздар. Атом заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ұсақ бөлшегі. Ал химиялық элемент атомдардың бір түрінен тұрады. Молекула заттың құрамы мен қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі. Екі немесе одан да көп өзара байланысқан атомдардан тұрады. Бұлар бір түрлі атомдар немесе әртүрлі атомдар болуы мүмкін. Қазір біз оны видеодан тамашалайық. When two or more atoms bond together, they form a molecule. A molecule can be formed when the atoms of different elements combine. For example, when two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen, a molecule of water, H2O, is formed. A molecule can also be formed by two identical atoms. For instance, one atom of oxygen may bond with another atom of oxygen to form a molecule of oxygen, which is designated O2. Өткен сабақты еске алайық. Қоспаның құрамына кіретін дара заттар өз қасиеттерін өзгертеді ме? Неліктен? Өткен сабақта біз қоспаларды бөліп алу әдістерімен таныстық. Қоспадан таза заттарды алудың қандай әдістерімен таныстыңыздар? Еске түсірейік. Ал қалай ойлайсыңдар, осы қоспалардың әдістерін білу осы сабағымызға қаншалықты байланысты?
Келесі тәжірибені қарастырайық. Темір мен күкірттің қоспасын сумен және магнитпен бөліп алуға болатындығын қарастырдыңдар. Естеріңде ме, заттардың қасиеттерін өткен тақырыпта сіздер темір мен күкірттің қоспасын бөліп алу әдістерін қарастырдыңыздар. Ал қазір сол темір мен күкірт қоспасын қыздырып көрейік. Қандай қауіпсіздік ережелерін ұстану қажет? Не байқалады? Түзілген затты магнитпен және сумен бөліп алуға тырысайық. Не байқалады? Бұл тәжірибені сіздер келесі видеодан көретін боласыздар. In this experiment, we will first make a mixture of black iron filings and yellow sulfur powder. Black iron filings and yellow sulfur powder are thoroughly mixed. They form a gray mixture of the two elements. This mixture can be separated by physical methods. For example, when a magnet is brought to the mixture, it removes essentially all the iron filings, leaving the sulfur behind, which here looks gray because of the impurities from the iron. The iron has been separated from the sulfur by means of a magnet. When the same mixture is heated in a test tube, the two elements iron and sulfur react together to form a new compound, iron sulfide. At first, when the mixture is heated, the sulfur melts. Eventually, as the heating continues, the iron and sulfur begin to react together. When the Bunsen is removed, the tube continues to glow as the reaction proceeds. The gray-black brittle solid formed is a new compound, iron sulfide. It is unlike either sulfur or iron and cannot be separated by a magnet. Ал тәжірибе қорытындысын шығарып көрейік. Қалай ойлайсыздар? Неліктен қоспаны қыздырған соң, оның құрамындағы темір мен күкіртті бөліп алу қиын болды? Тіпті бөліп алу мүмкінсіз болды. Себебі химиялық реакция жүрді. Қоспа компоненттерінің арасында химиялық байланыс орнады. Химиялық байланыс туралы білімді кейін осы жылы өтетін боласыздар. Ал қалай білуге болады бұл қоспа түзілгендігін немесе қосылыс түзілгендігін? Қыздырған кезде химиялық реакция жүретіндігін дәлелдейтін белгілер ол заттың түсі, иісі, пішіні өзгереді. Нәтижесінде түзілген физикалық жолмен бөлінбейтін күрделі зат қосылыс деп аталады. Міне, қосылыс пен қоспаның негізгі ерекшелігі. Яғни қоспаны физикалық жолмен жаңағы темір мен күкіртті магнитпен немесе сумен бөліп алуға болады. Ал егер оны қыздырсақ, арасында химиялық реакция жүргендігін оның иісінен бақылауға болады. Және түзілген заттың түсінен немесе пішінінен бақылауға болады. Соның нәтижесінде түзілген зат қосылыс деп аталады. Яғни қосылысты біз физикалық жолмен бөліп ала алмаймыз. Жай және күрделі заттар. Темір ұнтағы тек қана темір атомдарынан тұрады, ал күкірт тек күкірт атомдарынан ғана құралады да, оларды жай заттар деп атайды. Ал химиялық реакция нәтижесінде темір мен күкірт атомдары бірігіп, күрделі зат түзеді. Жай және күрделі заттар химиялық қосылыстар деп аталады. Қосылыстар өзара байланысқан екі немесе одан да көп атомдардан тұрады. Мысалы,
темір ұнтағы тек темір ұнтағынан. Ал күкірт тек күкірт атомдарынан құралады да, олар жай заттар деп аталады. Ал химиялық реакция нәтижесінде темір мен күкірт атомдары бірігіп, күрделі зат түзеді. Сонымен жай және күрделі заттар химиялық қосылыстар деп аталады. Бұл суреттерден не көріп тұрмыз? Күрделі зат па, әлде жай зат па? Заттар және олардың сипаттамалары. Жай заттар және күрделі заттар. Жай заттар атомдардың бірдей түрінен құралады. Ал күрделі заттар атомдардың әр түрінен құралады. Химиялық жолмен жай заттар бөлінбейді. Мысалы, жай заттарға сутек, оттек тек қана сутек атомдарынан тұрады. Оттек тек қана оттек атомдарынан тұрады. Магний, күкірт, темір, мыс жатады. Ал күрделі заттарға су, себебі ол сутек және оттек атомдарынан тұрады. Келешекте сіздер оны қарастыратын боласыздар. Ас тұзы күрделі зат болып табылады, себебі ол әртүрлі атомдардан құралады. Мысалы, натрий және хлор атомдарынан. Болашақта оны қарастыратын боламыз. Қант, марганцовка, магнийдің оттекпен қосылысы, темірдің күкіртпен қосылысы, мыстың оттекпен қосылысы. Осылардың бәрі күрделі заттар. Сонымен күрделі заттар мен жай заттар арасындағы айырмашылық неде? Атом молекулалық ілім. Атом молекулалық ілімнің негізін қалаушылар Михаил Васильевич Ломоносов пен Джон Дальтон. Джон Дальтон Ломоносовтың идеяларын әрі қарай дамытқан ғалым. Бірінші, көрнекілік тәжірибе. Тәжірибе орындамас бұрын орындау жолдарымен танысайық. Қатты күйде берілген екі зат, ас тұзы, натрий хлориді, немесе және қант, сахароза дейміз. Қалай ойлайсыңдар? Бұл заттардың қайсының балқу температурасы жоғары болады? Мысалы, үйдегі тұрмыстағы жағдайды еске түсірейік, ас тұзы балқиды ма? Әлде қант одан жылдам балқиды ма? Қалай ойлайсыңдар? Бұл заттардың қайсының балқу температурасы жоғары болады? Ал оны тәжірибе жүзінде тексеру үшін металдық қасықта бірінші оқушы тұзды, екіншісі қантты қыздырыңыз. Сонымен қорытынды шығарыңыз. Қай зат бірінші болып балқиды? Қалай ойлайсыздар? Неліктен осы екі заттың балқу температуралары әртүрлі болады? Келесі видео арқылы осы экспериментті бақылайық. Қай зат бірінші болып балқиды екен? Қыздыруға арналған қасыққа қант салынды. Енді осы қантты қыздырып көрейік. Спирт шамының астында абайлап қыздырайық. Не байқап жатырсыздар? Қант толығымен балқыды. Ал енді екінші қасыққа тұзды қыздырайық. Не байқап тұрсыздар? Тұз балқыған жоқ. Сонымен қалай ойлайсыздар? Неліктен осы екі заттың балқу температуралары әртүрлі болады? Бейорганикалық химияда кездесетін қатты заттардың көбінің, мысалы ас тұзының молекулалық құрылымы болмайды. Осылайша атомдық молекулалық ілімнің бірінші қағидасына келеміз. Ал молекулалық құрылымы болмайды, оның құрылымы иондық болады. Бірақ біз оны иондық байланыс, тағы басқа байланыстардың түрін өткен кезде қарастырамыз. Ал қазір
атом молекулалық ілімнің бірінші қағидасы келеміз. Яғни осы тәжірибеміз бізде заттардың құрылысы молекулалық, мысалы қант, және молекулалық емес болып келетіндігін дәлелдедік. Сонымен біз өзімізді Ломоносов пен Дальтонның орнына қойып, осы дәлелдемені бердік. Сіздер өздеріңді ғалым орнына қойдыңыздар. Екінші көрнекілік тәжірибені өздеріңізге жасауға болады. Ол тәжірибе қауіпсіздік ережелеріне сәйкес келеді және өте қауіпсіз болып саналады. Сондықтан ол үшін 3 шприц аласыздар. Біреуінен ауаны тартып алып, ауаны сығып көресіздер. Не байқадыңыздар? Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Екінші шприцпен стаканнан суды тартып алып, ине сұғатын тесігін жабыңдар да суды қысып көріңдер. Не байқайсыздар? Су қысылды ма? Қаншалықты қысылса? Ал шприцке кішкентай тас немесе құм бөлшектерін салып, қысып көріңдер. Не байқадыңдар? Осы бақылаулардың нәтижесінде қандай қорытынды шығарасыздар? Неліктен суды қысу қиын болды, ал тас мүлде сығылмады? Қалай ойлайсыздар? Ал неліктен ауаны оңайсыз қыстық? Бұл суреттер сіздерге нені бейнелеп тұр? Осы суретке негізделіп жауап бере аламыз ба? Неліктен ауаны өте жеңіл қыстық? Су қысу қиын болды, ал қатты зат мүлде қысылмады. Бірінші суретте сіздерде қатты зат, екіншісінде сұйық заттың бөлшектері, үшіншісінде газдың бөлшектері көрсетілген. Жауап берейік. Сөйтіп, атом молекулалық ілімінің екінші қағидасын тұжырымдаймыз. Молекулалардың арасында заттың агрегаттық күйіне және температураға тәуелді болатын ара қашықтықтар болады. Яғни, бұл суретке қарайтын болсақ, газдың арасында ара қашықтықтар қандай? Сұйықтықта ше, және тастың бөлшектерінің арасындағы ара қашықтықтарды қарайық. Сонымен біз осы ара қашықтықтар болатынын көрдік, және ол неге тәуелді? Температураға тәуелді, агрегаттық күйіне тәуелді. Сіздер қазір агрегаттық күйіне тәуелді екенін бақыладыңыздар. Сонымен бұл екінші қағидасы. Джон Дальтон мен Ломоносовтың шығарған екінші қағидасы дәлелденді. Үшінші көрнекілік тәжірибе. Бұны да өзіміз жасауға болады. Суы бар 2 сынауық берілген. Олардың біреуін қыздырай бастайық. Осы сынауықтағы молекулалардың қозғалысын көруге болады ма? Қыздырмаған сынауықтан көріп тұрсыз бе молекула қозғалысын? Сонымен молекулалардың қозғалыс жылдамдығы неге тәуелді болады? Өткен сабақтарда жасаған экспериментті еске түсірейік. Калий перманганаты, немесе тұрмыста марганцовка дейміз. Ыстық суда және суық суда еруі түсінің таралуымен байқалады. Қай суда ол жылдам түсі таралды? Яғни марганцовка жылдам еріді. Ыстық суда ма, әлде суық суда ма? Сонымен молекулалардың қозғалыс жылдамдығы неге тәуелді болады? Атом молекулалық ілімнің үшінші қағидасы: молекула үнемі қозғалыста болады. Молекулалардың қозғалу жылдамдығы температураға тәуелді болады деп үшінші қағиданы дәлелдейміз. Молекулалар үнемі қозғалыста болып қоймай, олардың арасында өзара тартылу және тебіну күштері болады. Олар да заттың агрегаттық күйіне тәуелді болады. Егер қатты зат пен газды алатын болсақ, қалай ойлайсыңдар? Қай затта бұл күштер неғұрлым күшті болады? Тартылыс және тебініс күштері. Қатты зат пен газ салыстырып көрейік. Сонымен атом молекулалық ілімнің төртінші қағидасы шығарылады. Молекулалар
атомдардан тұрады. Олар да молекула сияқты үнемі қозғалыста болады. Яғни бір-біріне тартылып және тебініп тұрады. Ал темірдің және күкірттің жеке қасиеттерін сипаттайық. Қандай айырмашылығы бар? Осы екі атом түріне, темір және күкірт екі заттың қандай айырмашылығы бар? Сонымен атом молекулалық ілімнің 5-ші қағидасына келеміз. Бір элементтің атомдары өзара бірдей, бірақ басқа кез келген атомдардан өзгешелігі болады. Оны осы темір мен күкірт мысалында көруге болады. Сонымен темір элементінің атомдары өзара бірдей. Барлығы темір атомдарынан тұрады. Күкірт элемент атомдары да өзара бірдей. Барлығы күкірт атомдарынан тұрады. Ал темір мен күкірт өзара ерекше болып келеді. Сондықтан атом молекулалық ілімнің 5-ші қағидасының дәлелдемесі: бір элементтің атомдары өзара бірдей, басқа кез келген элемент атомдарынан өзгешелігі болады. Ал бұл суреттен сіздер судың 3 агрегаттық күйінің өзара ауысуын көріп отырсыздар. Су қатты күйінде ол қандай зат балалар? Мұз. Ал ол сұйық күйге ауысты. Ол үшін бізге не қажет? Суды қатты күйден сұйық күйге ауыстыру үшін балқыту немесе бұл жағдайда еріту қажет мұзды, солай ма? Ал сұйық күйден газ күйіне ауыстыру үшін не істеуіміз қажет? Қайнатуымыз қажет. Яғни су қайнаған кезде оның булары түзіледі, немесе оны газ деп те айтамыз. Сонымен қатар қайнау, булану процесі судың сұйық күйінен газ күйіне ауысуға мүмкіндік береді. Ал керісінше болуы мүмкін бе? Су, мысалы, газ күйінен, бу күйінен сұйық күйге ауысады ма? Табиғатта бұндай жағдайды қай жерден бақылаймыз? Қалай бақылауға болады? Өткен жылдардағы тақырыптарды естеріңізге түсіріңіздер. Сонымен бұл жерде судың газ түрінен сұйық күйге ауысу процесі қалай аталады? Конденсация. Яғни газ салқындайды да сұйық күйге айналады. Ал судың сұйық күйінен қатты күйіне ауысу процесі қалай аталады? Судан мұз алу үшін біз әдетте не істейміз? Қатырамыз. Сонымен оны салқындату арқылы қатырамыз, және қату процесі судың сұйық күйінен қатты күйіне көшіру процесі болып табылады. Сонымен сіз судың 3 агрегаттық күйінің қатты, сұйық және газ өзара ауысуын қарастырдыңдар. Ол процестер балқу, қайнау және булану, конденсация және қату процестері болып саналады. Осыны есте сақтайық. Сонымен 6-шы қағида. Физикалық құбылыстар кезінде атомдар мен молекулалар өзгермей сақталады. Тек оның несі өзгереді? Дұрыс айтасыңдар. Күйі өзгереді, немесе агрегаттық күйі. Бірақ молекулалар өзгермейді. Су молекуласы су қалпымен су молекула болып қала береді. Сонымен заттың агрегаттық күйінің өзгеруі кезінде су молекуласы өзгеріске ұшырайды ма? Бұл қандай құбылыс болып келеді? Судың ыдырауын қарастырайық. Ол үшін бейнефильмді тамашалайық. If we connect an electrolyzer filled with distilled water to a source of direct current, we can observe a slow evolution of gases. After some time, we notice that the volume of the gas released at the cathode is double that of the gas formed at the anode. To identify the gaseous products of the reaction, we collect each gas in a test tube and check its behavior in the presence of a glowing splint.
The characteristic cracking sound proves that the gas released at the cathode is hydrogen. The ignition of the glowing splint is evidence that the gas collected from the anode is oxygen, which supports combustion. Ал осы судың электр тоғы арқылы ыдырау процесінде осы екі үрдіс, жаңа судың қатуы немесе еруі, булануы және судың ыдырауы, осы екі процестің қайсысы физикалық, қайсысы химиялық болып табылады, қалай ойлайсыздар? Өз жауаптарыңды түсіндіріп, келесі қағидаларды тұжырымдауға тырысыңыздар. Сонымен суды ыдырау процесі қандай процесс? Молекулалар атомдардан құралады делінеді 7-ші қағидада. Молекулалар химиялық құбылыс кезінде өзгеріске ұшырап бұзылады. Сонымен атом молекулалық теорияның 7-ші қағидасында осы судың ыдырауы нәтижесінде дәлелдеуге болады. Судың ыдырауы нәтижесінде не көрдіңіздер жаңа? Видеодан не көрдіңіздер? Су жеке сутек атомына және оттек атомына ыдырады. Сонымен молекулалар химиялық құбылыс кезінде өзгеріске ұшырап бұзылды. Яғни бір молекула су әртүрлі екі сутек және оттек молекулаларына ауысты. Яғни су молекуласы бұзылды. Сонымен 8-ші қағидамызға келеміз. Бастапқы заттың құрайтын атомдардан жаңа заттардың түзілуі химиялық реакция деп аталады. Сонымен бастапқы затты құрайтын атомдар, су молекуласын құрайтын атомдар қандай болды? Сутегі және оттегі. Ал олардан қандай жаңа заттар түзілді? Жеке сутек молекуласы және оттек молекуласы. Сонымен бұл мысалды әртүрлі заттарға қолдануға болады. Сонымен бастапқы заттарды құрайтын атомдардан жаңа заттардың түзілуі байқалды. Ол химиялық реакция деп аталады. Сонымен физикалық процесс кезінде заттар өзгермесе, химиялық процесс кезінде не байқалады? Атом молекулалық теорияны осылайша дәлелдеуге болады. Сонымен біз бүгін өзімізді ғалым орнына қойып, осы атом молекулалық теорияны зерттедік. Түсініктеріңіз қаншалықты болды? Қағидаларды айтып бергеннен көрі, өз-өзіңізбен оған жетіп, дәлелдеу арқылы үйренген тиімдірек болды ма? Қолданылған әдебиеттер мен интернет қорларымыз берілген. Назарларыңызға рахмет.